Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? 2022 жылдың қыркүйек айына Шаян белгісіндегі жандарға таро расклад. Сіздерді қыркүйек айында не күтіп тұрғанын білейік. 3 старший аркан. Бұл старший аркандар нақты жауап беретін карталардың бірі. Бірінші карта маг, старший аркан. Жаңа бастама бастайын деп жатсаңыз, жұмыс ауыстырайын деп жатсаңыз, жаңа өмірге қадам басып жатсаңыз, сізді өте жақсы өзгерістер күтіп тұр. Жаңа бастама бастап, жұмыс ауыстырып жатсаңыз, мысалға, қолымнан келе ма, келмей ма, ісім, жұмысым жүре ма, жүрмей ма деген сияқты сұрақтар мазалап жүрсе сіздерді, жұмысыңыз, ісіңіз жүреді, сізді қуантқым келеді, және де бұл жасаған еңбегіңіздің жемісін көретін боласыз. Өте жаңа бастамаға өте жаңа карта, жақсы карта. Және де жалғыз басты шаяндар үшін екінші жартысын кездестіру, таныстық сияқты бір кардинальный өзгеріс болуы мүмкін. Және қаржылы айлардың бірі. Келесі карта мир, старший аркан. В душе спокойно, яғни жүрегіңізде бір тыныштықтың орнайтын уақыты. Бұл бір спокойствияның, тыныштықтың өміріңізде орнайтын уақыты. Мысалы, осыған дейін бір мазалап жүрген сұрақтардың жауабын табасыз. Мысалы, осы күнге дейін бір аяқталмай жүрген істер, мазалап, уайымдап жүрген істеріңіз аяқталады. Мысалға, жұмыс іздеп, жұмыс таппай жүрсеңіз, қыркүйек айында жұмыс тауып, жүрегіңіз орнына түседі. Жеке өміріңіз, басқа да қаржы мәселелері мазалап жүрсе, барлық уайымдап жүрген, мазалап жүрген нәрселер шешімін табатын болады. Яғни, жүрегіңізде бір тыныштықтың орнайтын, барлық мәселенің шешілетін, барлық болғанда да сізді қатты бір мазалап, күнделікті ұйықтасаңыз да, оянсаңыз да ойлайтын нәрсе болса, мысалы, сол мәселеңіз жақсы жағынан шешімін табатын болады. Және де бір жан-жақтан поддержка бар, көмек бар. Мысалға, өз ақыл кеңесін беріп көмектессе, біреу қаржылай көмектесуі мүмкін сізге. Яғни, қыркүйек айында сіз жалғыз болмайсыз. Көмек сұрасаңыз, достарыңыз, туған-туыстарыңыз әрқашанда жаныңыздан табыла кететін болады. Император, старший аркан. Нақты бір четкі шешім қабылдайтын уақыт. Сондықтан ойланып, толғанып жүретін уақыт емес, нақты бір шешім қабылдағаныңыз дұрыс. Және де бұл қабылданатын шешіміңіз шынайы болу керек. Және де біреудің көңіліне қарап қалмағаныңыз үшін, біреудің көңіліне қарап, жаңағы қабылдайын деп отырған шешіміңізді басқа жаққа бұрып жіберуге, басқа жаққа өзгертуге болмайды. Император четко, мысалы, бастама бастайын деп жасаңыз, жұмыс ауыстырайын деп жасаңыз, четкий планмен немесе қабылданатын шешіміңіз жаңағы шынайы болғаны жөн. Енді шаяндар, қыркүйек айы сіздер үшін өте бір керемет ай дегім келеді. Жаңа бастама бастасаңыз, жаңа өзгеріс өміріңізге енгізетін болсаңыз, жаңа таныстық болса да, бір өмірлеріңізде кардинальный өзгерістер болады. Және де бұның барлығы тек жақсы жағына қарай. Себебі 3 старший аркан бірден түсіп тұр. Яғни, жаңа бастамаға да, жұмысқа да, қаржы жағынан да өте бір керемет карталар түсіп тұр. Рахмет, сау болыңыздар. Келесі айда кездескенше. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.